Айтарымыз Конституцияда бірінші бабында мемлекеттің ең байлығы қазынасы бұл адам деген. Ал енді қарап тұрсақ мына жерде Шорнақ елді мекені Құдай қаласа енді 1-2 айдың ішінде аудан болайын деп жатыр. Ал енді біздің мына жоғары жағымызда Сауран елді мекені бұрын Совет үкімет кезінде каналдан су ішетін. Ал енді ол 15-20 жылдың көлемінде ол канал тоқтады. Олар тек дренажды ұңғылармен ғана су ішеді. Ал енді бір 10 жылдың көлемінде біздің Шорнақтың жартысы да каналдан су ішпей қалды. Ал енді былтыр 20-шы жылы елдің ішіне қазылатын ұңғымалардың барлығы мынау жоғары жақтан тау беткейден, жер асты тау беткейден келеді ғой енді. Сол жер асты суының жоғары жақтағы 17 ұңғыма қазылыпты. Бүгінде қазылып бітті. Енді ертең ол ұңғыма жүрген күні Шорнақтың барлығы қурайды деген сөз ол. Айтады ғой, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деп. Ауыл шаруашылығы өнім өнбесе қалаға қаяқтан күн көреді мысалға. Тастың керегіне, алтынның керегіне. Сондықтан да жоғары билік өкілдері осы мына жергілікті халықпенен ешқандай ақылдаспай, әкімшілігіміз бар, басқамыз бар. Ешқайсы жергілікті билікпен, жергілікті халықпен ақылдаспай істеп отқан тірліктерінен наразылық жасап отырмыз қазір. Бүгінде әлде де жоғары жаққа қарай шығармданамыз ғой, мынау біздің бастамасы бүгін бастап отқан. Енді мынау елдің ахуалына қарап, адам жиналмай жатыр. Керек болса ол да болады. Сондықтан да қанша тас зауыт бар жалпы бұл Шорнақ? Жоғары бетте тас зауыт көп. Оның қазір кеше мысалы мынау Кентау қаласы жасырын 1000 гектарлап біреулерге беріп жіберді да. Біз оны Кентау әкімшілігіне барғанбыз. Олар енді 21 ноябрьдегі қаулысыменен қаулы шығарып беріп жібергенде оны қайтара алмаймыз дейді. Мына бабайдың жерін қуратып отыр. Мына біздің Шорнақты кетті. Біз енді судың бәрі тау беткейден келетін болған екен астына. Жер асты суы да, жер беті суы да. Және біз жаңа түсірілім барысында ояқ түсіріп қайттық, суы шығып жатыр да? Суы шығып жатыр. Суы шығып жатыр. Енді ол бұдан біздің главный магистрал мынау Қытай тасжолы кезінде, сол кездің өзіндегі қазылған карьерлер ғой, оның бәрі ешқайсы міндеттемелерін орындамай кетті. Көрдіңіздер ғой жаңа судың бәрі бетіне шығып жатқан. Соның бәрі үлкен кесірін тигізіп жатыр ғой бізге. Ол жерге жаңағы өлексе тасталып жатыр, ол басқа болады. Ертең жер асты суыменен оны адам ішеді, оны адам денсаулығы бұзылады. Солай ғой енді оның бәрі. О тастауыт жалпы байбатшылар сатып алған ғой жалпы, иә? Конечно, бармақ басы көз қысты болған ғой бұл тірліктің бәрі. Жаңа емесем бір адамға 1000 гектар берем адам. Біздің жергілікті жердің өзінде жер жоқ онда, ешкім 1000 гектар, 100 гектар бар жерлер. Кем де кем. Ал енді жайылымның бәрі тарылып бара жатыр. Ертең ауданға келген одан сайын тарылады жердің бәрі. Не болады? Қалай күн көреді сонда? Егіспен күн көріп отырмыз бәріміз. Барлығы егіспен күн көріп отырған нәрсе ғой осындай. Сонда су тартылып кетіп жатыр ғой бұл? Конечно, су тартылып. Ауыз су тартылып жатыр ғой. Ертең 17 құдық тартылған кезде общий су тартылады. Не болады сонда? Бұл ел жұрт не істейді ол кезде? Тек қана жер егіншілікпен малмен күн көріп жатқан ел ғой бұл. Қайда мен Қазақстан Конституциясы жаңағы заңын айтады. Әр азамат өзінің қай жерден алса да жерінің құқы бар деп. Хорошо. Ал енді жергілікті неге бермейді жергілікті халыққа? Сол алып жатқан жайылымдың бәрін сырттан келіп алып жатыр. Ауылдан келіп алып жатқан ешкім жоқ. Жалпы сонда тас зауытқа қарсысыздар ғой? Қарсымыз бәрін. Тас зауытына да сосын жаңағы 17 құдыққа да қарсымыз. 17 құдықта да жүргізбеу әлі халықтың несінде келеді. Тас зауыт жайылым жерлерді бұзып жатқандар. Тас зауыт айтылса тасты басқа жақтан тасып істесін. Жоқ, тасты сол жерден енді алынады ғой, тас алынады. Орнын толтыру керек те олар. Орнын толтыру керек, қазба байлықтар. Сонда олар жердің пәлен метрге дейін өзінің рұқсаты бар. Соған дейін қазады да, оны арман қарай оны қайттан көміп, өзінің міндеттемелерін орындап кету керек. Ол міндеттемелер ешқайсы орындалған емес. Қазір қайсы жыл болды? Мынау жол салынғалы бері қайсы болды?
10 жылдан асып кетті оларда. Ал одан бері бір барып, бір міндеттемесін орындайын деген бір ниетті болған емес орда. Олар ешқайсында ниетті болған. Ал оны қадағалаушы орган не істеп отқанын білмеймін. Қадағалаушы орган да жаңа көз қысты бармақ басты болып кетіп жатыр ма? Оны ешкім білмейді оны. Менің айтатын, мына өзі біздің Шормақ елді мекенінде 13 мыңдай халқымыз бар. Сол 13 мың халықтың 80% жермен күн көріп отқан халық, ауыл шаруашылығы мақсатында. Ал енді жылдан жылға ауыл шаруашылығы бірінші тіршіліктің көзі су деген, қазір су кетіп бара жатыр. Жер астынан да кетіп бара жатыр, жер бетінен де су кетіп бара жатыр. Халықтың күн көрсетеміз. Сол үшін біздің жаңағы айтып жатқан жігіттердің айтып жатқан өзіне қосыламын. Жоғарыдағы есепсіз қазылып жатқан жаңағы тік дренаждарды қысқартып, кешегі олардың біздің халықпен санаспағанның есебінде төменде қазылатын суармалы жерге қазылатын құдықтың бәрін жоғары шығарып жіберіп тұр ғой. Суармалы жерде су жетпей жатқан жерге құдық қазылмай, жайылым жерді бұзып құдық қазып жатыр. Үкімет пен халықтың арасында байланыс жоқтығының осы мәселе. Соны осы уақытта тоқтатып оны жоғарыдағы жаңа айтылған тың жерді бұзбай, қайта төмендегі суармалы жерлерге қаздырып, халық өзі қол жетпей жатқан суармалы жерін пайдаланамайтын жерлерді пайдалануға мүмкіндік жасау керек халық. Үкіметтің. Ал енді жаңағы жоғарыдағы бағана көрген жерлерге кешегі Батыс Еуропа, Батыс Қытай кезінде алынған карьерлердің бәрі дұрыс жасалмаған, мусор тасталып жатыр, мусордың бәрі желмен ұшып жатыр. Ол ішіне төменгі жерге шұңқырға тасталмаған, ол көмілмеген. Бәрі жетіне төгіліп, ауылға жақындап қалған мусор қазір. Шашылып келе жатыр. Онда ретке келтірмесе, ол ертең үлкен ол зиян халыққа. Трассадан түсе беріс жерде, Абай-Обайға түсе беріс жердегі мусор ғой. Сол жердегі мусор елге келіп тұр ғой, шеті елге келіп тұр ғой, мусордың шеті. Карьер жоғарыда қалғаны жоқ. Карьерге барып төгіп жатқан жоқ, оны қадағалайтын ешкім болмай тұрған. Қадағалау керек оны. Мусорды көму керек. Сол мен айтайын деген. Және жаңа біз көрген кезде біреулер жаңа құдықты специальный қазып, ары қарай егіншілік не еккен, дарбыз ба? Дарбыз егіп, сойырдан су алып жатыр. Терең қылып қазып тастаған екен. Енді оны құзырлы органдар тексереді енді. Ойға жалпы егін егілуге рұқсат бар, рұқсат емес. Пайдаланып жатқан жерлердің рұқсаты бар ма, жоқ па? Ол жер жайылым жер ма? Жайылымдарымыз қаяқта, біздің жайылымдарымыз жоқ. Ол жайылымыз таппай жатыр. Шара қолданады енді, өздері біледі, өздері шешеді оны. Біз ешкімге егін екпе дейміз, бірақ еккенде де, түскенде де бәрі жолымен, жөн жобасымен болу керек, заңмен. Ол жерге Совет өкіметінің кезінде егін екпеді, өйткені ар жағынан несі жоқ. Жер астасы жақын ғой. Жер астасы жақын. Ол жерге өнім шықпайды, өнім бермейді ол жерге. Сондықтан ол жер просто жусандықты бұзып отыр олар. Бүгін 23 ақпан Шорнақ ауылдық округіндегі 49.663 гектар жердің 24.120 гектар жайылымдық жер. Оның ішінде 5.000 гектардың ішінде елді мекеннің ортақ пайдаланымдағы жерлерін бүгінгі күнде заңсыз беріп жібергендігі ашуымызды тудырып отыр. Енді қанша гектар екенін келіп жергілікті жаңағы мамандар өлшеп жатыр. Біздің пайымдауымызша 200 гектардай жер айдалып тасталған, ол жерде жусандықтар болған, ол қызыл кітапқа енген, ол жерде қызғалдақ өсімдіктер болған, олардың тұқымдары бұзылған, ауыл шаруашылығына үлкен зиян келтіретін мәселелер туындап отыр. Екінші, мынау жер асты қазба байлықтар пайдалану жөнінде Батыс Еуропа соған карьерлерден тас алынған, ол тастардың орны бекітілмеген. Яғни өзінің алдында межелі мақсаты орындалмаған. Тастардың астынан су шығып отыр, сол суларға жаңағы өлекселер тасталған, мусорларына тұрмыстық қалдық заттар тасталған. Сол тұрмыстық қалдық заттардың ертең күні зияны біздің ауыз суымызға келеді, және елге ауру тарататындығына оның жұрттың бәріне мәлім. Осының бәрі біздің халқымыздың болашағына кесірлігін тигізеді деп білеміз. Кесірлігін тигізеді, сондықтан осыны жоғарғы отырған құзырлы органдар осы мәселеге толық көңіл аударса, және ортақ пайдаланымдық жерді елге қайтарып беріп, оларға өзіне нысаналы мақсат, то есть
өзінің тең мақсатты басқа жаққа ауыстырып берсе, біз оған ешқандай қарсылығымыз жоқ, кәсібін жүргізе берсін. Және жаңағы айдатылған жерлерді жайылым күйінде қалдыруын қалаймыз. Осы ғой біздің мәселеміз. Міне мына жерде тағы новенький жаңадан құрып жатыр енді. Әкеп бәрі көшіп келіп жатыр, короче, Шорнаққа бәрі көшіп келіп қасып тастады. Жаңадан құрылып жатыр. Шорнақ пен Абай Обайдың ортасы. Сымын тартып, бәрін яқып қойыпты.